Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен медовик, яғни балды торттың рецептісімен бөлісемін. Классикалық медовик торты ол өте жұқа, 12 корждан тұрады. Дәл осы рецепт бойынша торт өте нәзік болып шығады. Егер барлық шартты орындасаңыздар, сіздерде де дәл осындай мінсіз торт дайындай аласыздар. Видеоны соңына дейін қарап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті барлық қоспалар мөлшерімен әдеттегідей видео астындағы сипаттамада жазылған. Ең алдымен осындай темір ыдысқа бал, қант, сары май және де шым-шым тұз салып, отқа қоямыз. Және де масса біркелкі қалыпқа енгенше осылай әрдайым араластырып тұрамыз. Кейін бір шай қасық ас содасын қосып араластырамыз. Сода балмен реакцияға түсіп, осылай көпіріп, көлемі ұлғаяды. Келесіде жұмыртқа қосар алдында массаны суытып алу қажет. Ол үшін басқа ыдысқа құйып аламыз. Жұмыртқаны осылай бір-бірден қосып, толықтай араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, және де барлығын бірден емес, бірнеше бөліктерге бөліп отырып қосамыз. Ең бастысы ұнды мен жазған мөлшерден көп қоспаңыздар, әйтпесе қамыр тым қатты болып кетеді. Кішкене ұн қалып, қамыр осылай сәл қатая бастағанда, қалған ұнды үстел үстіне сеуіп, қамырды енді қолмен илейміз. Қамырды осындай ыңғайлы ұзын формаға келтіріп алып, теңдей 12 бөлікке бөлеміз. Менде таза қамыр салмағы 830 грамм болды, яғни бір қамырға 69 граммнан келеді. Әр қамырды осылай шар формасына енгізіп алып, тәрелкеге тісіп аламыз. Кейін целлофанмен жауып, тоңазытқышқа 5-10 минутқа қоямыз. Сол уақытта пешті 180 градуста қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Ал егерде қамырды бірден пісірмеймін десеңіздер, қамырды алдын ала дайындап, мұздатқышта 1-2 апта сақтауға болады. Қамырды осылай бір-бірден алып, дәл сол пісіретін пергамент немесе тефлон қағазында міндетті түрде ұн сеуіп жайған дұрыс. Менде корж диаметрі 20 см болады. Жұқалап жайып, осындай қақпақпен өлшеп отырып саламын. Және де ортасын міндетті түрде көтеріліп кетпес үшін шанышқымен тесіп шығу керек. Менде 180 градуста қамыр 3 минутта піседі. Бір қамыр пісіп жатқан уақытта тағы 1-2 қамырды жайып дайындап қоямыз. Кейбір әдістерде қамырды пісірер бұрын домалатып кесіп шығады, ал маған піскен соң бірақ кесілгенде ұнайды. Бірақ қамырды міндетті түрде пештен шыққан бетте
ыстықтай, суымай тұрғанда кесу қажет, өйткені суытып алсаңыздар, бірден қамыр сынып қалады. Бізде барлық корждарымыз дайын, ал жан жағындағы артық корждар бізге сыртын әшекейлеуге қажет. Енді кремін дайындаймыз. Медовикті негізі бірнеше түрлі креммен дайындауға болады, бірақ араларындағы ең жеңіл ол әрине қаймақты крем. Майлылығы кемінде 20% қаймаққа, дәміне қарай қант ұнтағын қосып араластырамыз, және де болды. Осылай 1-2 минутта бізде крем дайын болды. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Ең астына корж жылжып кетпес үшін сәл крем жағамыз, және де коржымызды қойып, 2-3 ас қасықтан кремді салып отырып, тортымызды жинаймыз. Жиналған торттың бетін целлофанмен жауып, кем дегенде 3-4 сағатқа, ең жақсысы әрине бір түнге тоңазытқышқа салған жөн. Сол кезде крем толықтай корждарға сіңеді де торт ерекше нәзік болып шығады. Келесі күні тортты алып, қалған кремді үстіне және жан жағына жағамыз, және де қалған корждарды немесе блендермен, немесе осылай оқтау көмегімен ұсақтап үгітіп аламыз, және де тортымыздың жан жағына үстіне классикалық үлгіде әсемдейміз. Бірақ әрине қалай әсемдеу әркімнің өзіне байланысты. Мінекей біздің тортымыз дайын. Шын мәнінде мен бұл медовиктің рецептісін ең мінсіз деп айтсам қателеспес едім. Әрине мен үшін, себебі менің ойымша тәттілігі де, барлық дәмділік белгілері де өте жақсы бір-бірімен үйлескен. Егер де рецепттегі бал мөлшері дәл сіз үшін көп болса, қоспаған сол өлшемді қантпен алмастырсаңыз болады. Міне кесілгендегі мінсіз бейнені қараңызшы.
нәзіктігін, ерекше дәмділігін сіз міндетті түрде дайындап өзіңіз көруіңіз керек деп есептеймін. Рецепт сізге ұнады деген үміттемін. Мен шын мәнінде сіздерге тек қана әрдайым тексерілген жақсы рецепттер ғана ұсынуға тырысамын. Сондықтан сіздердің тараптарыңыздан қолдау күтемін. Оны әрине маған тіркеліп, лүпіл басып және де комментарий жазып көрсете аласыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Тілеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.